Сәлем, біздің супер көрермендер. Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың 5-ші тақырыбы ол сахна қозғалысы және каскадерлық өнер. Сахна қозғалысы дегенді сіздер қалай түсінесіздер? Сахна қозғалысы дегеніміз адамның дыханиясымен, адамның энергиясына байланысты болып келеді. Мысалы, біздің өмірде жүрген жүрісіміз, тұрған тұрысымыз бұл адам өміріндегі қозғалыс болып келеді. Ал актердің өміріндегі қозғалыс ол сахна қозғалысы деп аталады. Сахна қозғалысы дегеніміз ол адамның техникасын зерттеудің бір маңызды бір бөлігі деп айтуымызға болады. Актердің өмірінде деп айтайық, сахна қозғалысының алатын орны өте ерекше, өте маңызды, және де көрермен үшінде бұл сахнада сахна қозғалысын көрсету белсенді әрі қызықты болып келу керек. Қазіргі таңда әрбір адам физикалық тұрғыда деп айтамыз ғой, өте аз қимылдайды, бірақ әрбір актер өзінің денесінің сымбатты болу үшін әрбір бұлшық еттермен жұмыс жасай отыру керек. Міне осы орайда балалар, мен сендерге осы сахна қозғалысының ішіндегі каскадерлық өнерді бүгінгі таңда көрсеткім келіп тұр. Каскадер дегеніміз ол өте бір қызықты және өте бір қауіпті мамандық деп айтуымызға болады. Каскадер барлықтарыңыз білесіздер, кинода да көргенсіздер, актерлардың қиын бір жаттығуларын орындайтын адамды айтамыз. Әрине көптеген актерлар қазіргі таңда осыған дейін де каскадерлардан бас тартқан кездері болған дублировать етуден. Себебі олар ойнап жатқан рольдарының шынайы шықпайды. Біз өзіміз ойнағымыз келеді, әрбір рөліміз шынайы шығу үшін өзіміздің ойнағымыз келеді деген пікірлерде болған. Бірақ өкінішке орай бұндай жағдайлар бәрі бір керемет бір дүниеге емес, сәтсіздікке әкеліп соқтырған кездер болған. Соған бір кішкене мысал айтатын болсақ, Тастағы гүлді ойнаған актриса Инна Бурдиченконы алатын болсақ, бұл актриса, сол актер өзі актриса осы каскадерлықтың өзінің ролін дублировать етуден бас тартқан болатын. Жанып жатқан құрылыстың ішінен туды алып шығу керек болған, бірақ өкінішке орай өзі осы рөлді сомдай отырып, денесінің 80% деп атаймыз ғой, 80% күйік шалынып, ауруханаға жетпей, сол жерде өмірден өткен кездері де болған. Сондықтан қазіргі таңда актерлардың өз бетімен осындай қиын трюктарды жасауына қазіргі таңда тыйым салынады. Әрине қазіргі таңда егер актер өзіне сенімді болатын болса, жоқ, мен бұл трюкті мен өзім жасай аламын, менің қолымнан келеді дейтін болса, әрине жасауына болады. Мысал алатын болса, бұндай адам мыңнан бір адам ғана да табылады деп айтуымызға болады. Мысалы, Джеки Чанды алайық. Джеки Чан ол әрбір ойнаған фильмінде қандай бір трюк болмасын, роль болмасын, бүкіл трюкті өзі орындайды, өзі бұған бір кереметтей тер, керемет бір қатты талпыныс, күні-түні ұйықтамау жұмыстар керек деп айта аламын. Бұл Джеки Чанның өзінің еңбегі деп айтуымызға болады. Және де бұл әрине фильмнің соңында көріп жатамыз ғой, бұл бір кереметте бір бәрін керемет соңдап шықпайды, жарақат алып жатқан кездерінде біз көріп жатамыз. Міне біз осы орайда бұл актердің өзінің актер егер өзіне бір сенімді болатын болса, осы каскадерлық өнерді өзі орындап шығуына болады. Егер сенімсіз болсаңыз, онда сіз бұндай трюктарды жасамауыңыз керек деп айтамын. Осы орайда мен сіздерге қазіргі таңда алдарыңызға каскадерлық өнерді көрсеткім келіп тұр. Сәлем, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен каскадерлық сабақты өтетін боламыз. Алдын ала ескерту, біздің каскадерлық сабақта көптеген трюктар, көптеген қиын жаттығу әрекеттер, қимыл әрекеттер, өміріңізге қауіпті тиетін әрекеттер болғандықтан бізге ол үшін мұқият денеміздің ширақ болуы, дайын болуы қажет. Ол үшін сіздермен бірге ең алғашқы нәрсе бұл каскадерлық сабақта бастамас бұрын дененің қыздырыну жаттығулары. Ендеше сіздермен бірге денені қыздыратын, қалай қыздыру керектігін көрсететін боламыз.
Иә, қымбатты достар, денеміз қазір кішкене ширақталып қыздырынып алды. Енді біз екінші нәрсе, бұл каскадерлық жаттығу кезіндегі дененің ширақ болуы, дененің созылуы, шпагат түрлі трюктарға пайдасын тигізетін әрекеттерге көшетін боламыз. Яғни дене созу жаттығулары. Бұл каскадерлар үшін өте маңызды. Әсіресе бала каскадер, кішкентай каскадерлар. Сіздердің каскадерлық сабақты енді бастап жатқан болсаңыздар, бұл сіздердің бойларыңыздың өсуіне және ширақ болуларыңызға көп әсерін, көп пайдасын тигізетін болады. Бізбен бірге болыңыздар.
Біз сіздерге қазір біздің боевой фильмге арналған каскадерлық дайындығымыздан үзінді көрсететін боламыз. Ескерту, қымбатты балалар, сіздер бұл әрбір сабақтарды үйде біздің айтылған әрбір заңдылықтар мен ережелерді және ақпараттарымызды мұқият еске сақтаңыздар. Бұлардың барлығы сіздерге арнайы қажет. Егер сіз мықты каскадер болғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты оқушылар, егер сіз бұл жаттығуларда бүгінгі көрсеткен ережелерді, ақпараттардың барлығын үй жағдайында қолданғыларыңыз келсе, ескерту: үйде сіздерге арналған арнайы жұмсақ матрастар, немесе матрас болмаған жағдайда үйден көрпе, тағы да басқа жұмсақ дүниелерді, жастық, әртүрлі нәрселерді алу арқылы осы жаттығуларды қайталай аласыздар. Бірақ қатаң ескерту: сіздердің үйдегі жаттығу залдарыңыз, жаттығу бөлмелеріңіз ешқандай өмірге қауіп келтіретіндей зат, шифонер, телевизор тағы сындырып қоятындай зат болмауы тиіс. Сіздердің дайындалатын бөлмелеріңіз міндетті түрде бос болуы шарт. Сақ болыңыздар.